Сәлем, құрметті көрермендер, Әсем Гүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Әсем. Бүгінгі түсірілімдерде терезедегі жаңағыдай огород туралы, сіздер терезе деген огород бақша деймі? Бау бақша туралы айтамын. Бүгінгі түсірілімдерде сіздермен бірге көріп тұрғаныңыздар алдыңызда кәдімгі торттың ыдысы, немесе кез келген ыдыстарды алсаңыздар болады. Яғни бүгін мен несейін деп тұрмын, кәдімгі бидайды өсірейін деп тұрмын. Бидай сіздер көрсетемін қандай бидай екен. Яғни ол бидай адамның қазіргі кезде денсаулығына өте пайдалы, және де жаңағыдай жасыл шөп ретінде тауықтарға да өзімізге де жеуге болады. Ол үшін не істеу керек? Сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Мен негізі көбінесе кәдімгідей ыдыстарға, тарелкалерге болсын, тағы да бірдемелер егіп жүрдім. Мен сіздерге көрсетіп тұрғандай кәдімгі мынандай торттың ыдысына егейін деп тұрмын. Ең бірінші кішкене тесуім керек шығар, себебі артық су ағып кету үшін. Қазір тесіп жіберейін, сосын сіздерге көрсетемін. Екі жерден ғана тестім, сол жайып шығар деген ойдамын. Міне мына жерінде біреу, және де мына жерінде міне. Яғни осы жарап қалады деген ойдамын. Келесі, енді бидайымызды әбден суға салып тазартуымыз керек. Бидай болғанда бидайдың барлығымыз білетін шығармыз. Міне көріп тұрсаңыздар. Кәдімгі нан жасайтын бидай. Бұл бидайды бірнесі егерде свежий жаңа биылғы болмаса, бұл бидай шықпайды. Сол себеп жаңағыдай базданып сөйтіп кетеді, көктеп кетеді. Сол себептен алар кезде биылғы ма деп сұрап алғаныңыздар жөн болады. Және де әбден жаңа артық нелерінен тазартамыз. Қазір көрсетемін. Яғни ыдысқа алып, оны саламыз. Яғни сіздерге өзіңіздердің ыдыстарыңызға байланысты қанша көлемде алу. Бұл жерде мен дегенім, былай өсіріпті тауықтарға мысалы әбден ісінбей ме, енді шығып келе жатады ғой. Солай тауықтарға берсеңіздер де, олар тауықтарыңыз қыс бойы туып шығады. Себебі қанша дегенмен витамины өте күшті. Көп болса да дымды етпейді. Себебі көп болса да біреу шығып, біреу кетіп жатса да жаңағыдай не. Бұны шайғанда, так сіздерге айтайын, 5-6 рет шаю керек, себебі қанша дегенмен ластығы және де ісінуіне жақсы. Сосын бір күн, мысалы мен қазір кешкірім уақытта дайындап жатсам, таңертеңгіден тұрғызып, сосын таңертеңнен кейін жаңағыдай ыдысқа салу керек. Міне 5-6 рет шайдым. Енді осылай тұндырып қоямыз таңертеңге дейін. Барлығы ісініп, сөйтіп дайын тұрады. Содан кейін барып, мынаған қазір қалай кетіп сізге көрсететін боламын. Міне таңертеңгі бір күн уақыт өтті. Міне қарап тұрсаңыздар, бидайларымыз ісініп, уже әбден үлкен болып тұр. Енді мынаған мен арнайы марлы саламын. Марлы болмаса, кез келген жаңағыдай туалетный бумагада болсын, жаңағыдай салфетка, қол сүртетін салфеткалар бар ғой, сондай болсын салуларыңызға болады. Таққан ештеңе болмай жатса, өзін қойсаңыз да болады. Менде қазір кезде аптекада арнайы марлы бар, соны саламын. Немесе ватный дискіде сондай салу болады. Мен көріп тұрсаңыздар, мынандай марлы, соны қайта-қайта слой қылып қазір салып шығамын. Міне қараңыздар, салып шықтым. Барынша қабаттадым, себебі су құйғанда қазір бірімен жазып қалатын болғасын, тамыры кішкене ысталсын деп. Енді осының үстіне жаңағыдай жайлап қойып шығамыз. Я сіздерге көрсетейін. Осылай тек қойып шықсаңыздар. Яғни бір тегіс барынша бір тегіс қылып істегендеріңіз жақсы, себебі тез шыққанда мынандай. Мынандай қаралар болса, алып тастайсыздар, бұл шемішкі ме бірдеңелер. Астын тестік. Тесу неге тесу керек? Себебі астындағы міне көріп тұрсыздар, қанша дегенмен сулы болып жатыр. Сол суының артық сулары кету үшін, аты кетпесе, ол шіріп, сасып, қанша дегенмен үйге шымыр шіркеті жинайды. 10 күнде қанша дегенмен егер бидай жақсы болса, және де осылай тазартып істесеңіздер, ол 10 күнде уже бірталай өсіп қалады. Яғни осылай 10 күн сайын тек мынау өскеннен кейін егіп отырсаңыздар болады. Осылай қойып шығамын. Мына ашық қалған жерлер болса, барынша осы жерлерге бүйтіп салып шығыңыздар. Кешеге істегенім дәл жеткен екен, себебі одан қалып қояма деп ойлап тұрмын. Бұның деген такой степенен бұны кәдімгі тауықтардан да білуге болады, себебі тауықтар тумай қалған жағдайда қыста егер осыны өсімдігі өсіріп берген кезде тауықтар тек сразу туа бастайды. Яғни бұл денені, адамның организмін жасартады, тіпті қатерлі ауруға шейін емдейді деген болжам бар. Сол себептен біз өзіміз тауықтан өзін ақ біліп отырған, тауық жеген кезде осыны
уже туып бастайды. Ал бермей қалсақ уже тумай қалады. Яғни судан ақ білуге болады бидайдың өзінсінің өте пайдалы екендігін. Енді мына әлде осылай салып болғаннан кейін осылай кішкене тұрғызамыз. Бетін кептіріңкіреп, содан кейін барып осылай тек сай-салқын жоғып қоямын. Жылы жерге, пока күннің көзі қажеті жоқ, жылы жерге қойып қоямын. Әбден уже бастап жарып шығып жатқан кезде күннің көзіне қойып қойған жақсы. Не үшін? Себебі күннің көзі болса, бидай соғұрлым жасыл болады да. Ал егер жоқ болса, қанша дегенмен кішкене ашықтау, салатовый цвет болады ғой. Сонда сияқты болады. Сол себептен шыққаннан кейін уже жасыл өсім тобынан шығып кетеді ғой. Сол кезде уже күнге қойсаңыздар тез жасыл болып әрі дәмді болады. Сол себептен сол істеген жақсы. Бірақ енді кеуіп қалмау үшін қадағалап отыру керек. Себебі кеуіп қалса өсімді өспей қалады. Солай. Түсірілім ұнаса каналға жазуды ұмытпаңыздар. Тағы да видеолар болады.